Төлеу апайдың ертегілері. Аюдың үңгір жөндегені туралы. Ертеде орманда бір аюдың отбасы тұрыпты. Бір күні олар өздерінің апандарының ескіргенін байқайды. Жаңбыр болса, апанның ішіне су кіріп кетеді. Жел тұрса, суып, аюлар жата алмайтын болды. Ақыры аюдың отбасы апанға жөндеу жасамақшы болады. Апанның ішін кеңейтіп, жаңадан хош иісті ағаш бұтақтары мен жас жапырақ төсейтін болып шешеді. Шіркін, апанның іші қыстың қатты суығында да жылы болар еді-ау. Апанды жаңалаймыз деп шешкен аюлар түрлі жұмыстарға алаңдап, жөндеу жұмысын бастай алмай қойды. Бірде аю апай өзінің осы тұрмысына наразы екендігін айтып, аю ағайға шағымданды. Осындай кішкентай апанда тұра береміз бе? Апанның ауасы да тарылып кетті. Бір амалын табайық-та. Аю ағай жұбайының орынды сөзін мойындайды. Бірақ жөндеу жұмыстарына бірден кірісіп кетуге қорқады. Мына апанды кезінде ата-аналарым қазып берген, ал мен ешқашан апан жасап көрген емеспін. Әбден тозығы жеткен апанды абайсызды бұзып алсам, қайда қыстаймыз деп әбден мазасы кетіп болды. Ақырында ол көмекке қояндарды шақырмақшы болады. Өйткені қояндардың жұмысқа тыңғылықты екендігі туралы әңгіме бүкіл орманға жайылған болатын. Оларды көмекке шақырған аңдардың бәрі қояндардың шапшаң да ұқыпты жұмыстарына ризашылықтарын айтып жататын еді. Сөйтіп, аю ағайдың шақыруымен бір күні қояндар келіп, апанды әбден мұқият қарап, әлденені есептеп санап, аюға былай деді. Аю ағай, апанды жөндегеніміз үшін 30 сәбіз аламыз. Өйдейт, деді аю ағай таңданып. Жөндеу жұмыстары қымбат екен, а? Ағай, 30 сәбіз деген ең әділ баға. Осы орманда тұратындардың кез келгенінен сұрасаңыз, бәрі де бізді жақтайды. Өйткені орманда жөндеу жұмыстарын бізден жақсы жасайтын ешкім жоқ, деді қояндардың ең үлкен басшысы. Сонымен 30 сәбіз немесе 10 үлкен балық. Балық? Қояндар балық жемейді ғой. Оны қайтесіңдер, деді аю таңданып. Сізде сәбіз жоқ, бірақ балық бар шығар. Қолыңыздағы балықпен есеп айыруға болады ғой. Ал біз балықты сатып, орнына сәбіз сатып аламыз. Солай ма? Ол да дұрыс екен, жақсы ойланайын, деді аю ағай. Шынында, аю ағайдың 30 сәбізі жоқ еді. Аюлар сәбіз жемейді ғой. Олар балықты жақсы көреді. Аю ағайда балық аулағанды жақсы көретін, және басқа аңдарға қарағанда балық аулағанда алдына жан салмайтын. Сонымен не керек? Әрі ойланып, бері ойланып, қояндарға аю ағай балық аулап бермекші болады. Ол 2-3 күн өзенді жағалап көрді, бірақ одан ештеңе шықпады. Өзеннің суы тартылып, азайып кетіпті. Су азайған өзеннің балығы да азайған, және өте ұсақ. Бұрын сарқырап ағып жататын өзенге не болған деп таңырқаған аю жан жағына қарады. Түсінікті, өзеннің жағасы лас болып кеткен екен. Сынған шөлмек, шашылып жатқан қаңылтыр қалбырлар, темір терсек, ағаштың бұтақтары оталған, сынған, өзеннің жағасын бойлап өскен бұталар жаншылып қалған. Жағалаудың көп жерлері өртеніп кетіпті. Өзенді осындай күйге келтірген адамдар ғой. Соларды да ақылды дейді-ау. Жерді қойып, қазір ғарышты да игеріп жатыр. Адамның зымыран жасауға жеткен ақылы табиғатты аялауға жетпегені ме деп налған аю қатты өкіріп жіберді. Апанына ол қамығып қайтты. Өзенді неше күн жағаласаң да, қояндар сұраған ірі балықты аулау мүмкін емес еді. Терең ойға батқан аю ағай болған жағдайды жұбайына аю апайға баяндап берді. Аю апай да жабырқап қалды. Сен қамықпа, біраз күн өзің жалғыз боларсың. Мен өзеннің жоғарғы сағасын барлап қайтайын. Адамдар ол жаққа бармаған болар. Мүмкін апан жөндеген қояндарға беретін балықты сол жақтан аулап әкелермін, деді аю ағай. Жоқ, аю еке, о не дегенің?
бірнеше күн сен өзен жағалатып жібере алмайым. Мен оған келіспейім. Өйтіп апан жөндемей ақ қойайық. Мен бір амалын таптым. Көктемде сәбіз егейік. Күзде сәбіз піскенде жинап алған сәбізге қояндарды жалдаймыз да апанымызды жөндетіп аламыз. Жарайды, солай ақ болсын деп Аю ағай абыржыған Аю апайды тыныштандырды. Сөйтті де өзі қасқырдан ақыл сұрамақ болып апаннан шығып кетті. Аю бұрындары олай-бұлай өтіп жүріп қасқырдың ін жөндеп жатқанын көрген болатын. Ішін қалай өзгертсе де, қалай әшекейлесе де, қасқыр бәрін өзі істей беретін. Бірде Аюды ініне шақырып, өзінің жасаған жөндеу жұмысына масаттанып, көрсеткені де бар. Шынымен, қасқырдың іні Аюға да қатты ұнаған еді. Әрі кең, әрі жылы. Онымен бірге қасқыр өз үйіңді өзің жөндеген сондай жақсы болады екен. Ешкімге жалынбай-ақ өзіңнің қалауың бойынша жөндей бересің деп әңгімесімен қызықтыра түскен еді. Аюдың есіне осы жайт түсті. Қой, мен де талап жасап көрейін. Қасқырды менің қай жерім кем деген ойға келді Аю. Қасқырдан ақыл кеңес, жөндеу жұмыстарына қажет сауыт саймандарды алып, жаңадан апан қазуға кірісіп те кетті. Аю апай да бұған қуанып, Аю ағайдың жанынан алысқа ұзамады. Бірде Аюға сусын әкеп берсе, енді бірде қазылған топырақты тасуға көмектеседі. Көп кешікпей, біраз күнде апан да дайын болды. Аю жаңа кең апанға орманнан жапырақтар мен түрлі шөптерді құшақтап тасый бастады. Шыршаның бұтақтары, қайыңның жапырақтары, неткен хош иістет шіркін. Жатып көріп еді, өзіне мамықтай жұмсақ болып көрінді. Ал Аю апайдың қуанышында шек жоқ еді. Апанымыз неткен кең, апырай, не деген хош иіс, мұндай жайлы болар ма? Бұны естігенде Аю ағайдың да жүрегі шаттыққа бөленді. Өзі еңбектеніп, қаншама жақсылыққа қол жеткізді. Біріншіден, жұмыс істегендіктен денесінің құрыс-тұрысы жазылып сергіді. Екіншіден, Аю апайдың көңілінен шықты. Үшіншіден, апандары кеңейіп, ыңғайлы болып қалды.